осы заманда руханият іс-қимылдың бәріне лайық болып жасалған жайлардың бәрі соны көздеген. Сосын мынау сәулеттік жағы да көңілге қуанымды, өйткені бұл өлкеміздің ежелгі сәулеткерлік дәстүрлері бар өлке. Ою-өрнегінен бастап мынау жобалауы, сосын ғимараттың үлкен сымбаты барлығы көңілден шығады. Енді осыны сол көңілге қуанымды қылып шығарған барлық сәулеткерлерге, құрылысшыларға, оған жәрдемдескен қауымға біз қатты көңіліміз бітіп бара жатыр. Біздіңше Қазақстанның дәстүрлі руханиятының көзге түсіп тұратын әйгілі мекенінің біреуі осы Ақтауда болады ғой деп ойлаймын. Ал Қазақстанда осы типтес мешіт бар ма? Қазақстанда Павлодарда Мәшһүр Жүсіп атамыздың атындағы мешіт бар, бірақ оның жаңа ағамыз айтқандай сәулеттік архитектура үлгісі өзгешелеу. Әрине, мына Бекет атамыздың атындағы мешіт салынған кезде де осы жергілікті жердегі бұрын болған ескерткіштер, олардың үлгілері ескерілгені өте бізді қуантып тұр. Мына біз қазір мына медресе бөлмесінде тұрмыз. Мешіт болғаннан кейін онда мысалы Құран үйренем, дін ислам туралы дәріс тыңдағым келеді дейтін халық үлкен де кіші де болады. Солай болатын болса, олар намаздан кейін, ғибадаттан кейін келіп осында келіп, дін ислам туралы, оның ерекшеліктері туралы сабақ дәріс алуына толық жағдай жасалған екен. Терезелердің бәрі ашық, күн сәулесі жақсы түсіп тұрады. Ешкімге ғибадат жасаушыларға бөгет болмайды. Әйелдерге арналған залдары бір бөлек, керемет тамаша люстралы ілініпті. Мінекей бұдан артық не керек? Сондықтан осы мына өлкенің облыстың басшыларына, Болат Палымбетов бауырымызға, ол кісінің орынбасарларына, демеушілік көрсеткен азаматтарға тағы да Алла разы болсын дегіміз келеді. Осындай үйлер, Алла Тағаланың үйлері көбейіп болатын болса, біздің халқымыздың да имандылығы арта түседі. Бізге Қазақстан қазір, менің ойымша, осы ресторандар, казинолардың көптігімен мақтанбауымыз керек. Бізде осындай зәулім мешіттеріміз, бұл тек діни ғана, ғибадат орны ғана емес, бұл үлкен архитектуралық ескерткіш. Жүздеген жылдарға, ғасырларға кететін. Бұл үлкен мәдениеттің бір бөлшегі. Тек қана намаз оқитын жер ғана емес. Мысалы шеттен келген шетелдік делегациялар болсын, мінекей бізде осындай ескерткіштер болған. Ол 50 жыл өте ме, 100 жыл өте ме, мынау осы ғимараттардың барлығы өзімізде болған, осындай діни мешіттердің, ғибадатханалардың үлгісімен салынған деп айтудың өзінде үлкен мән бар. Ақтау деген қалада мынандай үлкен ғимарат мешіттің ашылуы Алла Тағаланың үлкен бір көңілге қуаныш әкелетін жағдай. Бұл бір кезде, мен жасаңдау кезінде, бұл жерде біздің халық мешіт емес, біздің халық көп болмайтын. Анандай жақтан келсе, басқа жақтан келгендер, жердің қожалары келе жатыр деп келемеш ететін. Енді сол қаланың ортасында мынандай Алла Тағаланың нұры жауатын, тілек тілегенде сол қабыл ететін үйі осындай жерде жасалғанына қуанып Астанадан келіп жатырмыз. Өте әдемі екен, біріншіден сапалы жасалған секілді. Енді қазір бәрін бірдей тексеріп көріп жатқан жоқпыз ғой, бірақ сырт қарағанда әйнектерінің өзі, жаңағы мен баяғыда мына Италияға, Францияға барғанда солардың соборлары бар ғой, енді мұсылман дінінің емес, басқа діндердің. Солардан әйнектерін, есіктерін, терезелерін көріп қызығатын едім. Сондай әдемі шынылармен өрнектелген есіктері де сапалы жасалған, ағаштан жасалған көрінеді. Ішкі өрнектері де маған ұнап отыр, кең және осының іші бір жақсылыққа толы болсын, осының ішіне келіп жабыққанда, жалғызсырағанда, қамыққанда Алла Тағаланың тілек тілеген жас кәріге бір Алланың нұры, шапағаты жаусын деп тілеймін. Бәрімізге құда келсін, жақсылыға келсін. Сіздерге де үлкен рахмет айналайындар.
Kayakka baramız. Yirmi ne? Ular mı? Aynen.